Сәлем балалар, 2-ші сынып қазақ тілі сабағы сөйлемдегі сөздердің байланысы тақырыбы 56-ші сабақ. Бүгінгі сабақтан сен сөйлемдегі сөздердің байланысын сызбамен көрсетуді үйренетін боласың. 22-ші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Лебі мұздай ызғарлы, алып келді қыс қарды, қысқа түндер ұзарды, ұзақ күндер қысқарды. Өлеңнің авторы Нұрсұлтан Әлімқұлов. Балалар, енді осы жаттығуға байланысты тапсырмаларды орындайық. Өлең не туралы? Өлең қыс мезгілі туралы. Оған ат қой. Өлеңнің тақырыбы қыс келді. Келесі тапсырма. Қарамен жазылған сөйлемдердегі сөздердің байланысын тап. Қарамен жазылған сөйлемдер: қысқа күндер ұзарды, ұзақ күндер қысқарды. Сөйлемдегі сөздердің байланысын сұрақ қою арқылы білетін боламыз. Не ұзарды? Қысқа күндер ұзарды. Қысқа күндер қайтты? Ұзарды. Келесі сөйлем. Не қысқарды? Ұзақ күндер қысқарды. Ұзақ күндер қайтты? Ұзақ күндер қысқарды. 23-ші жаттығу. Жұмбақты көркем шешуін тап. Аспанда жастық сөгілді, аппақ мамық төгілді. Жұмбақтың шешуі қар. Енді осы жұмбаққа байланысты тапсырмаларды орындайық. Қарамен жазылған сөйлемдегі сөздердің байланысын сызбамен көрсет. Үлгі: аспанда жастық сөгілді. Аспанда сөгілді, жастық сөгілді. Енді қарамен жазылған сөйлемдегі сөздердің байланысын көрсетейік. Аппақ мамық төгілді. Аппақ төгілді, мамық төгілді. 24-ші жаттығу. Берілген сөздердің ішінен табиғатқа қатысты сөздерді тап. Бұл жерде боран, бұлт, қар, аяз, көл сөздері табиғатқа қатысты сөздер болып табылады. Енді осы жаттығудың келесі тапсырмасын орындайық. Келесі тапсырмасы: тапқан сөздеріңнің қайсысы мына сызбадағы сөздерге сәйкес келетінін анықта. Үскірік аяз, ұлпа бұлт, ақша қар, шалқар көл, қарлы боран. Келесі тапсырма: өзіңе ұнаған сөздерден қатыстырып сөйлем құра. Ақша қар жауып, қарлы боран соқты. 25-ші жаттығу. Мақалды оқып, жатқа жаз. Ағын су арнасын табады. Балалар, енді осы мақалға байланысты тапсырмаларды орындайық. Сөйлемдегі сөздердің байланысын сызбамен көрсет. Ағын су арнасын табады. Ағын су табады. Сөздері сөйлемдермен байланысқан. Келесі тапсырма. Мақалдың мағынасын түсіндір. Ағын су арнасын табады. Бұл жерде ағын су деп отырғаны бір орында тұрмайтын, үнемі алға қарай қимыл қозғалыспен жүріп отыратын суды ағын су деп отыр. Ал ондай қозғалыста болып отырған су үнемі өз арнасын табатындығы туралы жазылған. Және бұны екінші мағынада түсінетін болсақ, өз алдына мақсат қойған адам үнемі ол мақсатына жетпей қоймайтындығы туралы, және ізденген адам үнемі іздегенін табатыны туралы айтылып отыр. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болса видеоға лайк басыңдар және каналға тіркеліңдер.